Қайырлы күн, құрметті көрермен. Мен Жақсылық қызы Айнұр, Қалтай Мұхамеджанов атындағы нөмірі 1 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Мен Нұрмахан Василу, Қалтай Мұхамеджанов атындағы нөмірі 1 мектеп гимназиясының 5-ші сынып оқушысы. Құрметті көрермен, сіз соңғы рет буы бұрқыраған ыстық самауырдан қашан шай іштіңіз? Есіңізде ме? Айсұлу, сен соңғы рет самауырдан қашан шай іштің? Жазда, ауылда. Ата-әжеңнің ауылында ма? Иә. Түсінікті. Олай болса, бүгінгі болашақ экспонат айдарының шығарылымы шоқ самаурын туралы болмақ. Самаурын орыс тілінде самовар, су, шай қайнатуға арналған тұрмыстық бұйым. Ең алғаш самаурынды римдіктер ойлап тапқан. Тарихи деректерге сүйенсек, ең алғашқы самаурын Голландиядан Ресейге Петр патшаның алдыртуымен әкелінген. 1850 жылдары Ресейдің Тула қаласында самаурын жасайтын 28 фабрика іске қосылған екен. Аталған бұйым қазақ жерінде 19 ғасырдан бастап келе бастаған деген дерек бар. Орыс халқының ұлттық нышаны ретінде саналатын самаурынды тарихшы этнограф ғалым Мұрат Аджиев далалықтардан, яғни қазақтардан келген деседі. Осы самаурын бізге шумерлерден келген. Су, мавар, құмыра тәріздес ыдыс деген мағына береді деп тұжырым жасайды. Буы бұрқыраған ыстық самаурыннан шай ішуді қазақ халқы 19 ғасырда дәстүрге айналдырған екен. Заманда қазақ даласында сыр 1 рубльге бағаланса, ал жез самаурын 25 рубль тұрған еді. Яғни қымбат тауар ең алдымен бай бағландарға берген. Кейін әр шаңырақтан табылатын болды. Атадан балаға мирас болып қалатын самаурын жезден, мыстан жасалады. Ол байлықтың белгісі. Ал самаурында қайнаған судың ерекшелігіне тоқталатын болсақ, ол 98 градуста қайнайды. 98 градуста қайнаған су адам ағзасына пайдалы ең жұмсақ су. Оны химияда pH деп атайды. Қазіргі уақытта шоқ самаурынның орнын тефаль, газ плитаға қойылып қайнатылатын шәйнектер, тоққа қосылып қайнатылатын шәйнектер орнын алмастырды. Олар фарфордан және керамикадан жасалады. Атадан балаға мирас болып қалатын самаурын байлықтың белгісі. Ол барлық адамды достастырады. Самаурыны бар шаңырақ, берекелі шаңырақ. Сен қазына, сен байлық мұрасың. Ғасырлардан жаңарған әсем. Әрбір үйдің төрінде тұрасың, қазақ халқы жаралғалы сен. Қайна сар самаурын қайна, сексеуілдің шоғына биле. Самаурыныңыз қайнай берсін, дастарханыңыз жайнай берсін.